Келген адамдар қосылып тіркеле береді, уақытын қарап отырып. Қайырлы күн, жерлестер, ауылдастар. Бүгінгі қыстан шығып, көктемгі мезгілде сіздерге кездесіп отқанымыз өте қуаныштымыз. Белгілі себепті өздеріңіз біліп отырсыздар. Осы ауылымызға Тұмар Петрол шаруаны жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен осындай біздерге азаматтар келіп отыр. Бүгінгі кезекті қоғамдық тыңдау ақпанның 2024 жылы ақпан айының 9 күні номері 5319 барлау және өндіру келісім шарттарына сәйкес Қазақстан Республикасының Ақтөбе облысындағы Егістара учаскесі көмірсутек іздеу бойынша барлау жұмыстарының жобасы, яғни ықтимал әсер ету туралы есеп талқылау және осыларды барлығын бекіту. Қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 73 бабына сәйкес және Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар министрлігінің 2021 жылы 3 тамыздағы нөмір 286 және қоғамдық тыңдаушылар өткізген қағидаларды бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіп отыр. Қоғамдық тыңдаушылардың төрағасы ретінде өзім, әкім ретінде сіз өзімді және хатшы ретінде Бейсенова Айзада кандидатурасын ұсынамын. Қарсы болмасаңыздар, қолдарыңызды көтеріңіз. Мен қарсымын, кешіресіз, мен қарсымын. Бұл қоғамдық тыңдаудың негізгі мақсаты тапсырыс беруші Тұмар Петрол жауапкершілігі Естіліп тұр ма? Жаңа айтып өткенде нөмірі 53-19 барлау мен өндіру келісім шартына сәйкес Қазақстан Республикасының Ақтөбе облысындағы Егістара учаскесіндегі көмірсутекті іздеу бойынша барлау жұмыстары жобасына ықтимал әсері туралы есепті таныстыру және хабарлау болып табылады. Жоқ, тұра тұрыңыз, дауыс берілген жоқ па? Қайда барасыздар? 10 минут уақыт беріліп, сіздердің өздеріңіздің Алло, кешіресіздер. 3 және 5 минут арасында өздеріңіз сұрақ қоюға болады. Естіліп тұр ма, естіліп тұрған жоқ па? Сәлеметсіз ба? Түсінбедім, қайталап айта қойыңызшы. Саламатсыз ба? Жаңа сіздер председатель мен секретарь таңдадыңыздар, біз қарсымыз мына жақта. Ақым неге болады председатель? Председатель заң негізінде болу керек бір жерде. Жоқ, заң негізінде бола алмайды олай. Басқа адам болсын председатель. Жоқ, председатель әкімшілік өкілінен болуға міндетті. Бұл екі қоғамдық тыңдаудың өткізуінің заңдылығына байланысты. Согласно правилам проведения общественного слушания, ондай жоқ. Местный исполнительный органның адамы болу керек. Местный исполнительный орган представителі болады тек қана. Ол председатель Представитель келіп отыр енді. Председатель жергілікті халықтан сайлану керек. Бұл жерде қараңыз енді, тұрғылықты жергілікті тұрғындар да келіп отыр. Протоколға енгізіңіздер, жақсы. Местный акиматты қойыңыздар, протоколға мына енгізіңіздер қазір. Себебі мында біздер қарсымыз. Енді тоқтай береміз сосын. Хорошо, қарсылық жоқ па енді? Енді тапсырыс беруші жаңада айтып өттім, Тұмар Петрол шаруа серіктестігі және оның бүгінгі келіп отырған қонақтарымызды таныстырып өтейін алдарыңызда. Солтүбек Дастан Балғынбайұлы, бас директор, және Қарғабаев Жұмабай Ғаппасұлы, өндіріс жөніндегі директордың орынбасары. Бүгінгі күн тәртібінде экология бойынша баяндайтын төлеуші Өмір Сәбит. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің аты жөнім Төлеушова Гүлнара Сәбитқызы. Мен жобалаушы компания Тимал Консалтинг Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің экологымын, инженер экологы. Енді сіздердің алдарыңызға бүгін жобамен келіп отырмыз. Жобаның атауы 9 ақпан 24 жылдың нөмірі 5319 ОВС барлау және өндіру келісім шартына сәйкес Егістара учаскесінде көмірсутектерді іздеу бойынша барлау жұмыстарының жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп. Енді бұл жерде жаңа қоғам тыңдаудың бізге демонстрация экраны қайда? Демонстрация экраны бізге көрінбейді ештеңе. Біз не қараймыз қазір жерден? Демонстрация экраны қайда? көрініп тұр ма? Жоқ, ештеңе көрінбейді. Көрінді ма енді?
Енді көрінді. Енді жаңа айтылып өткендей, қоғам тыңдаудың бағдарламасы айтылды, регламент бойынша 1 сағат беріледі. Келесі. Енді осы қоғам тыңдаудың өткізілген заңдылықтары бойынша сіздердің алдарыңызға облыстық газеттердің және жергілікті газеттердің эфирлік анықтамалардың қиындылары көрсетілді, қарап танысып отырсаңыздар болады. Келесі. Енді осы егіз қара учаскесінің сіздерге геологиялық бөлінген картасы көрсетілген, қызыл сызықпен бөлініп тұр, қарап танысып отырсаңыздар болады. Алдарыңызда таратпа материалдарда да көрсетіліп тұр. Келесі. Енді осы келісімшарттық аумақтың орналасуы туралы айтатын болсам, егіз қара учаскесі әкімшілік аумақтық жағынан Ойыл ауданына қарасты. Енді бұл жерде Ақтөбе қаласының солтүстік шығысқа қарай 320 км қашықтықта орналасқан. Енді бұл жерде әкімшілік орталығына Ойыл ауданы 32 км қашықтықта, ең жақын елді мекенінің Ақшатау ауылынан жобаланатын ұңғымалар 8-16 км қашықтықта орналасқан. Бұл жерде сіздерге баяндаманы Қай жерде болып жатыр? Қай жерде болып жатқан? Енді қазір мен айтып өткеннен кейін қайталап айтылады. Сіз баяндаманы аяқтап қойғаннан кейін жалғастырсаңыз жақсы болар еді, сұрақты соңынан қойсаңыз. Біз қай ауылда өтіп жатқанын білмейміз ғой қазір. Ақшатау ауылы деп айтып жатырмын. Жақын қашықтықта орналасқан Ақшатау ауылында қоғамдық тыңдау өткізіліп жатыр. Келесі. Енді осы жоба аясында негізгі жобалық шешімдер туралы айта кететін болсам, бұл жерде геолого-физикалық ақпаратты жинау және жүйелеу, яғни мына жерде 3D, МОГТ, сейсмикалық жұмыстар жүргізу жоспарланып отыр, яғни түзісті шөгінділер кешенін зерттеу мақсатында. Сонымен қатар жаңағы зерттеу, 3D сейсмика несінен алынған ақпараттарды өңдеу және интерпретациялау. Соның ішінде жоба тереңдігі 900 метрді құрайтын екі ұңғыманы, Ж1, Ж1 деп аталады, екі ұңғыма. Солардың 2 тәуелсіз барлау ұңғымасын бұрғылау жоспарланып отыр. Енді бұл жоба аясында айтып отқаны сол 3D сейсмикалық жұмыстар және де 2 ұңғыманы барлау ұңғымасы бұрғылауы жоспарланып отыр. Келесі. Енді бұл жерде қоршаған ортаға қандай әсерлер болуы мүмкін? Енді бұл жерде қандай көздер болуы мүмкін, астану көздері? Бұл жерде енді бұрғылау және сынау жұмыстар кезінде бұрғылау білдеген энергиямен қамтамасыз ететін қарапайым дизель генераторлар болады, жөндеу жабдықтары, автокөліктер жатады. Келесі. Осы жоба аясында енді атмосфералық ауаға қандай әсерлер болуы мүмкін? Енді жаңа айтып отырмын, далалық 3D МОГТ сейсмикалық барлау жұмыстары кезіндегі жаңағы Ж1 ұңғымасы және де ұңғыманы сынау жұмыстары кезіндегі Ж1 ұңғымасы және ұңғыманы сынау жұмыстары кезіндегі сіздерге шығарылым көздері көрсетілген. Яғни бұл жерде далалық сейсмика кезінде 34 тонна, Ж1-де 121 тонна және де олардың сынау жұмыстары кезінде бір объектіге және 3 объектіге 158 тонна көрсетілген, ал Ж1 ұңғымасында 4 объектіге 211 тонна көрсетілген. Енді бұл жерде айта кететін жайт, бұлар жұмыс кезінде ғана көрсетілетін шығарындылардың барлығы уақытша көздер болып саналады. Яғни бұлар жоспарланған уақыт аралығында ғана көрсетіледі. Келесі. Енді осы атмосфераға бөлінетін заттардың зиянын азайтуға арналған іс-шаралар, бұлар енді жұмысты қысқа мерзімде өзінің көрсетілген мерзімде орындауға мүмкіндік береді. Іздеу жұмыстарын ұйымдастыру, технологиялық регламентациялау, яғни автокөлікпен арнайы техникалық тексеру жұмыстарын жүргізу және де шығарындылардың оттығын бақылау, сонымен қатар жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін өздерінің көліктер жоспарлы тексерумен қамтамасыз ету. Келесі. Енді сумен жабдықтау, су бұру туралы айтатын болсам, бұл жерде енді бұрғылау бригадалары мен жұмысшылар ауызсу қажеттіліктер, техникалық қажеттіліктер үшін сулар ұйымдар арқылы әкелетін болады. Яғни бұл жерде арнайы су пайдалану деген жоспарланып тұрған жоқ. Бұл жерде су бұру айтатын болсам, шығарылған ластанған сулардың барлығы өздері арнайы ыдыстарға, өздерінің арналған ыдыстарына жинақталып, жинақталуына қарай ұйымдар деген ұйымдармен әкетілетін болады. Енді бұл жерде сіздердің суда қолданылатын мөлшерлері көрсетілген. Енді осы су ресурстарының ластануға қандай әсерін азайту үшін іс-шаралар қарастырылады. Бұл жерде өздерінің жанар-жағармай материалдарын өздерінің арнайы жабық ыдыстарда сақтау, ыдыстардың химиялық заттар жабық ыдыстарда өздерінің тасымалдау сақтау, сонымен қатар өздерінің тиісті таңдалынған контейнерлерінде болу керек, бөлек сақталу керек, және де құрылымдағы жер асты жер суын бақылауын қамтамасыз ету суларының.
Осы жоба аясында қалдықтар туралы айта кететін болсам, өндіріс және тұтыну қалдықтар деп айтады. Енді бұл қалдықтарға білесіздер, бұрғылау шлам жүретін кезде бұрғылау шламдары, бұрғылау бетіндері қарапайым майланғыш шүберекті есептеп көрсетіп отырмыз. Коммуналды тұрмыстық қалдықтар, ТВО деп айтады орысша. Сонымен қатар электродтар тағы басқалар. Бұл жерде енді қалдықтарды кәсіпорын объекттерінде орналастыру қарастырылмаған, яғни осы өндіріс және тұтыну қалдықтары контейнерлерде уақытша сақталады да, өзінің уақыты бар. Осы жинақталуына қарай Қазақстан Республикасының Эко-кодекстің 336 бабының 1 тармағына сәйкес жаңағы өздерінің лицензиясы бар мамандандырылған кәсіпорындар тапсырып өздері алып кетеді. Енді бұл жерде қалдықтарды алып кетеді деп айттық. Келесі. Енді бұл жерде бізде ықтимал әсерлер туралы есеп, топырақ және өсімдік жамылғысына әсерін бағалау туралы айтатын болсақ, жобаны іске асыру нәтижесінде топырақ жамылғысына әсер келесідей, жергілікті қысқа мерзімді әлсіз болады, өзінің тек көрсетілген уақытында ғана жұмыс жасалатын болады. Бомбалардың салымына сейсмика жұмыстарынан кейін алаңы қалпына келтіретін болады жаңағы алаң. Бұл жерде өсімдік жамылғысына әсері орташа деп бағаланады, яғни бұл жерде бұрғылаудың технологиялық нормаларына сәйкес келеді. Келесі. Енді жануарлар әлеміне әсерді бағалау айтатын болсақ, енді бұл жерде алаңдаушылық факторлар көлік қозғалысы болып табылады. Енді бұл жерде сонымен қатар тағы да басқа жұмыстардың түрлеріне байланысты оларға әсерді азайту үшін учаскелер мен іргелес аумақтардың тазалығын сақтау, түнгі уақытта көлік құралдарының қозғалысын барынша азайту, жолдармен жүруін қамтамасыз ету. Келесі. Енді рекультивация деп айтады, бұл қалыпты қайта қалпына келтіру жұмыстары. Бұл жерде айтатын болсам, техникалық кезең бойынша бұрғылау мердігерлер жасайтын болады. Бұлар енді аяқталғаннан кейін кезең-кезеңмен техникалық рекультивация жұмыстары жүргізіледі. Енді бұл жерде қандай жатады, оны аумақты енді қоқыстан материалдардың қалдықтарынан сақтау, тазартып оны қоймаға шығару жатады. Енді физикалық әсерлерге бұларға енді әсер етудің кеңістік масштабы жергілікті, яғни аумақ шегінде шулы дейтін жақын маңдағы тұрғын ауданға жетпейді, интегралды баға төмен деп бағаланады. Келесі. Енді қорытындылайтын болсам, бұл жерде жоспарланып отырған айтып отырғаным, сейсмика барлау жұмыстарын жүргізу, жаңағы өздерінің арнайы көліктерімен барлау жұмыстарын жүргізеді, точкаларымен, сонымен қатар жаңағы екі ұңғыманың барлау ұңғымасын бұрғылау жоспарланып отыр, екі жоба бойынша. Енді бұл жобада өздерінің қалдықтарының бәрі уақытша болып саналады, және де нормаларға сәйкес. Сонымен қатар жаңағы технологиялық шешімдер сақталған жағдайда осы жобаны іске асыру қоршаған ортаға айтарлықтай теріс әсер етпейді деп қорытындыға келуге болады. Назарларыңызға рахмет. Егер осы сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Картаны аша қойыңыз. Аты жөніңізді айтсаңыз. Мына жерде егіс қара учаскесі деп тұр. Басқа картаны екінші который он просил. Ақша таумен тұрған. Алып көрді. Егіз қара деп энергетика министрлігінде осы участокты егіз қара деп ат берген. Осы участок егіз қара болып аталады энергетика министрлігінің реестрі бойынша. Ол біз ойлап тапқан жоқпыз. Ол өзі солай аталады. Так, уже басқа карта болды ғой, ақша тау деп тұрды ғой, егіз важный. Қазір көрсетеміз. Еще нет. Екінші карта болды ғой. Қазір ашамын. Стрелкасы. Негізі Ақшатау ауылынан мына жерде Ақшатау тұр ғой. Шығысқа қарай, солтүстік шығысқа қарай болады. Ақшатау ауылында ешқандай барлау жұмыстары жүрмейді. Міне Ақшатау. Міне Ақшатау деген мына жерде тұр ғой ауыл. Міне бізді қазір жобалап отырған екі скважинамыз, ұңғымамыз, ол примерно бір 20-30 шақырым жерде тұрады. Шығысқа қарай, солтүстік шығысқа қарай. Солтүстік шығыс, міне Ақшатау ауылынан солтүстік шығыс жерінде 150 квадратный километр сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізуге пландап отырмыз, жобалап отырмыз. Ақшатаудың қасында ешқандай барлау жұмыстары болмайды. Заң бойынша бекітілген населенный пункттарда жұмыс жасаймыз. Сіз не болып істейсіз? Мен сол генеральный директор Мустамар Петрол деген.
Жолдысай солтүстік, Жолдысай шығыс деп. Иә. Вот скважиналардың нормалардың аты. Сағынбай деген бар ғой. Солдыбай, Сағынбай деген жерлерді білесіздер ғой. Тоже қазір бір зат түсіндіріп жіберсем бола ма? Бізде ертең сейсмикалық барлау жұмыстары болады. Ол сейсмикалық барлау жұмыстары бізге не береді? Жер қыртысы қалай жатқанын көрсетеді. Ол жерде мысалы мұнайшылар енді біледі, структура дейді, возможно, ловушка болуы мүмкін дейді. Сейсмикалық жұмыстар ертең мысалы обработка, интерпретация дейді, соны анализ жасаған кезде ол жер бұл екі скважинаны оңғырман қазбауымыз да мүмкін. Егер сейсмика дұрыс көрсетпесе. Бұл планда отырғанымыз, бұл тек қана біздің жобамыз. Егер сейсмика дұрыс көрсетпесе, астында ешқандай месторождение кен орны жоқ десе, біз оны қазбаймыз. Бұл сейсмика дұрыс болған жағдайда осы екі оңғырманы біз планда отырмыз. Бар болса қазамыз, жоқ болса сейсмика көрсетпесе не істейміз оны? Қазбаймыз. Пока енді жобалап сол пландап келіп отырмыз ғой. Бұйырса, Құдай бұйырса. Облыс әкімінен рұқсат аласыздар ма? Аудан әкімінен рұқсат аласыздар? Бізде қазір тәртіп бойынша біз мына Егізқара деген участокты энергетика министрлігі, комитет геология бар, солар өз мұнай бар деген аумақтарды өздері аукционға шығарады. Аукционға шыққан кезде біз былтыр осы аукционда, ашық аукционда, энергетика министрлігінің қолымен біз осы Егізқара деген участокты ұтып алдық. Ешқандай несіз, как положено, ашық аукцион болды, қатысқысы келген адамдардың бәрі қатысты. Соның арасында біз жаңа ұтып алдық. Подписной бонус деген не бар, жаңа түсінік бар, соны мемлекетке, республикалық бюджетке солар как положено жіберді. Ал енді дәл сол жерде мен шаруа қожалығының жері бар, мысалға. Сонда мен жерімді бүлдірген үшін сіздерден... Біз ертең бұл қазір проект разведочных работ дейді, барлау жұмыстары. Бұл экология жағынан ғана сұрақтар, экология жағынан дайындама болып жатыр. Ертең сейсмика басталардың алдында біз сейсмикаға отдельный технический проект жасаймыз. Отдельный технический проект жасаған кезде алдарыңызға тағы да келеміз. Сол кезде жаңағы аудан әкімшілігі бар, облыс әкіматы бар, сол кезде кадастрлық картада қандай шаруа қожалықтары кіріп тұрғанын қараймыз. Сол мен қазір бүгін айта алмаймын қай жерде болады. Сол кезде кадастрлық карта арқылы бір-біріне қараймыз да, сол шаруа қожалықтарын тізімдерін шығарып аламыз. Сіздермен отдельно түсіндірме жұмыстарын өткіземіз. Сейсмика болған кезде обычный тракторлар ғой, кеңес одағы кезінде андай мұнайшылар енді бар шығар араларыңызда. Взрывчатка жасайтында жерді опырып кетеді. А қазір технология дамыды 21 ғасырда. Қазір тек қана келеміз да, бір точкада тұрамыз 90 секунд, 80 секунд жерді тербетеміз болды. Ана жақтан да жүректікіндей прибор бар емес па, мысалы, терапевтте. Дәл сондай приемникте тұрады, сол жер қыртысынан шалған сәулелерді тіркеп алады да, каждый жер қыртысын общий, 3D дейді ғой, пространство, сондай несін моделін шығарып аламыз. Оның қоршаған ортаға ешқандай зиян жоқ, потому что міне проектный институт бұлар бәрін ертең тағы да есептеп алып келеміз. Кезінде мысалы жарылып, жер қыртысын жаңағы бәрін шөпті бүліндіріп ататын, қазір ондай емес. 90 секунд қана тұрамыз, өздеріңіз келген кезде тағы да бір түсіндірме жұмыстарды өткіземіз сіздермен обязательно. Барып көрсетемін. Егер жаңағы общественный жаңағы активный бір нелер болды, адамдар соларға барып көрсетіп түсіндірме жұмыстарын жүргізуге дайынбыз. Рентген емес, бұл сейсмика. Енді былай ғой, ол материалдардың бәрін біз энергетика министрлігінен алдық. Біз оны жаңа дұрыстап анализ жасадық. Анализ жасаған кезде енді ол кісілер жаңа біздің ойымызша басқа жерден бөліп кеткенде біз ойлап отырмыз, бұлар қателескен шығар. Подходтар дұрыс болмаған айтып отырмын ғой. 5 жыл сайын технология дамып жатыр да. 5 жыл сайын жаңа новый программный обеспечениялар шығады. Солардың жұмыстарын біз қарадық, қатемен жұмыс жасадық ол кісілердің. Ол кісілер жаңа бірнеше скважина ұңғыма қазған, бірақ біздің ойымызша структураға түспеген деп ойлаймыз. Сондай қорытындыға келіп, біз осы участокқа қатысып, енді қазір барлау жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Болашақта енді ашық кетіп жатса жақсы. Ауыл шаруашылығына енді нелері бар жаңағы. Зиян жоқ. Біз айтып жіберейік қазір. Бұл сұрақтарыңыз мен дайындалып кетіп, просто дайындалып келген жоқпын.
біз жаңағы мұнай саласында мен өзім 15 жыл жұмыс жасап жүрмін. Біз новичок емеспіз енді, орысша айтқан кезде. Қызылорда облысында бізде 6 кен орнымыз бар. Басында осындай шаруа қожалықтарымен кездесіп, осындай сұрақтар болды, кейбіреу қарсы болды. Енді бүгін олар не айтып жатқан, рахмет айтып жатыр, неге екенін айтайын қазір. Біз ол кісілерге мұнайшылар келген кезде жалғыз ғана бөлт етпейміз ғой. Біз газ, мұнаймен бірге газ шығады. Газды біз газ арқылы тоқ өндіреміз. Бесплатно тоқ беріп отырмыз кейбір шаруа қожалықтарына. Ертеңіне анау шаруа қожалықтарына барлық Құмкөл деген білесіздер ғой, кен орны бар Қызылордада. Сол бүкіл мұнайшылар жабылып, не қазып кетеді, су, малдарын суғаратын скважиналар қазып кетеді. Ертең жұмыс орындары ашылады. Әрине, мысалы, сейсмикалық барлау кезінде бұл енді 3-4 айлық жұмыс максимумда. Ол кезде міндетті түрде осы Ақшатау ауылынан 20-30 адамдай аламыз. Мысалы, Махамбет ауданында біз жұмыс жасап кеттік, Атырау облысында жергілікті тұрғындардың арасынан 20 адам жұмыс алды. Мысалы, Қызылқоға ауданында жұмыс жасап кеттік, тоже 20 адам жұмысқа кіргізді. Ертең енді Құдай бұйыртса мұнай табылып жатқан жағдайда, енді бұл мұнай саласы бірінші топта қауіпті объект болып саналады ғой. Ол жерге, естественно, өзінің арнайы білімі бар операторлар уже казнтуды оқып бітіріп дипломмен адамдарды аламыз ғой, қауіпті объекттерге. Конечно, водительдер болады, слесарьлар болады. Олар енді олардың требованиялары үшін төмендеу болады. Міндетті түрде жоқ дегенде келісіп, әкімшілікпен келісіп, жергілікті тұрғындардан жұмысқа аламыз. Оны біз Қызылорда облысында да мысалы кен орындарын аштық қой, 90% сол жергілікті тұрғындар. Енді болады ғой кейбір специалистер енді специфический дейді ғой, геология, анау қатты ғылымға байланысты. Енді ол кісілер енді жан-жақтан алуға тура жүреді. Мысалы бір жақсы геолог Москвада тұруы мүмкін деген сияқты, жақсы геолог Атыраудан алып келуіміз мүмкін. Міндетті түрде месторождениеде істейтін адамдардың көбісі жергілікті тұрғындардан міндетті түрде айтып отырамыз. Әрине. Біз қазір мысалы осы Қызылорда облысында 6 кен орнымыз бар ғой. Бұл кезде міндетті түрде местный бюджет дейді. Аудандық бюджет болады, облыстық бюджет болады, республиканский. Әлеуметтік сала дегенде ғой, социально-экономическое развитие региона дейді. Біз қай ауданда біз жұмыс жасап отырмыз. Міндетті түрде сол ауданның жаңағы бюджеттің нагрузкасын алып отырмыз. Сондықтан ол қалай келеді? Біз мысалы әкімшілікпен кездескен кезде, әкімшілік енді өзінің несін айтады ғой, проблемаларын айтады. Сол кезде біз сол ситуацияға байланысты бір какой-то әлеуметтік объектілерді алуымыз мүмкін. Мысалы балабақшаны ремонттап беруіміз мүмкін. Мысалы жол сұрайды. Ондай жұмыстардан біз қашып жатқан жоқ. Біз Қызылорда облысында 15 жыл жұмыс жасап жатқан ғой, 20 жыл бойы кәдімгі облыстық әкімшілік бар, аудандық әкімшіліктер бар, жұмыс жасап жатқан. Бірлесе отырып, ақылдасып отырып, андай әлеуметтік сұрақтарды бірге шешеміз, одан қашып жүрген жоқпыз. Ол енді уақыт көрсетеді. Қазір мұнай табылып жатқан жағдайда біз ондай әлеуметтік нагрузка дейді, одан қашпаймыз. Әрқашанда осы мысалы сельский округтың әкімі бар, аудан әкімі бар, облыс бәрін пландап, дұрыстап, бірлесіп, ақылдасып, ондай әлеуметтік нагрузкаларды аламыз өзімізге. Сөзіңіз аузыңызда, мына Қызылқоғада Қызылқоға халық ол Қызылқоға ол бөлек ситуация болды. Анау Тайсойғанда айтып отырсыз ғой. Біз Тайсойғанға ешқандай қатысымыз жоқ. Біз Сағызда жұмыс жасап отырмыз. Сағызда. Бірақ Қызылқоға ауданы жатады. Ол Тайсойған Энергомунайгаз, потому что жер асты суларына ол жақта қарсы болды халық. Біз комитет геология бар, жер асты суларына біз тиіспейміз. Потому что ол жер асты сулар бізден исключены, алып тастады. Ол райондарда біз жұмыс жасай алмаймыз. Өздеріңіз мысалы білеміз ғой, құмдардың астында жақсы таза суларымыз бар ғой, біз ол жерлерде жұмыс жасамаймыз. Оны біз көк жейдеде болды ғой, резонанс болып кетті ғой. Біз ол сұрақтарды заранее комитет геология бар, областной управление природных ресурсов бар, ол жер асты сулар бар жерлерді біздің жұмыс жасауға неміз жоқ, құқығымыз жоқ. Оны алып тастадық. Потому что таза су қанша деген су деген байлық қой.
мұнайдан да албатсашылығыз беріп отырсаңыз. енді ойлаудан территориясын бәрін сіздер тұрады. Жоқ, біз ойлаудан бәрі территориясы емес, мынау ойлаудан біздікі 1000 неше квадратный километр? 150. 150. Жоқ. Целый контрактный территорияны площадь 1600 ба? 1600 квадратный километр. Бұл ойлаудан бәрі кірмейді. Осы жерде исторический энергетика министрлігі өздері анализ жасады ғой. Ана айтып отырсыздар ғой, кезінде сейсмика болып кетті. Соның бәрін анализ жасап, бұл жерде возможно структура, мұнайдың структурасы бар деген ықтималдықпен біз осындай жұмыстарды атқарып келе жатырмыз, қазір пландап жоспарлап. Жаңағы зерттеуге келгенде осыдан 3 жыл бөлінеді. Енді біздің алдымызда қазір егер қателеспесем фирма Ада деген болды. Я білмеймін оның қай жерде екенін. Фирма Ада деген болды. Олар өзіне алған нелер бар ғой, жаңағы міндеттемелер энергетика министрлігінің алдында жасай алмады. Сондықтан олар жаңағы мәжбүрлеп, олар энергетика министрлігі бұл нені структураны олардан алып тартып алды да қайтып алып соңғы. Олар да осы сияқты айтты, біздер ол жердің бәрін өтіп кетті, еще біздер көпіріміз бар еді, соны талқандап кетті. Бүкіл техниканың бәрі анамен өтті де, ол ана көтере алмайды деген бәрін сындырды. Жоқ, біз енді жоқ, ондай болмайды. Бізде мысалы ертең сейсмиктер келеді ғой. Тем более қазір көктем емес, жаз уақытына келеді. Жаз уақытына жер қатқан кезде. Біз жылайтын жаңағы балшық болып жатқан кезде техника и так қиналады ғой, жыламайды. Біз артымыздан егер калея жасап кеткен жағдайдың өзінде технический рекультивация болады. Білесіздер ғой, барып грейдермен дұрыстап калеяларымызды артымыз жинап кетеміз. Міндетті түрде. Біз енді сенбесеңіздер, анау Махамбет ауданында осы жақында ғана былтыр сейсмикалық барлау жұмыстарын бітірдік. Шаруа қожалықтарына кірдік. Сол кезде ол кісілер айтты, мынаны дұрыстап артына реттеп кетті. Жұмыс біткен соң подрядчикқа жаңағы окончательный қалдығын төлеген жоқпын, қалған ақшасын. Олар жаңағы грейдер алып келді, погрузчик алып келді, артымызды жинап кетті дұрыстап. Бәрі қалай айтсам болады. Бір сұрақ. Мына бұйыртып егерде жерден мұнай шығып жатса, егерде мұнай бұны шығып жатса, ал бұда келіп қатты доғырысып, осы ауызша айтып кетіп барсың, мен доғырысып жаңағыдай қатса садикті өтетін болсаң, жолдығын өтетін болсаң, көлігін өтетін болсаң, ал мұнай доғырысып ол енді айтып отырған өте орынды. Ол енді жаңа айтып отырған аудан әкімдігімен біздер сельский ақылдаса отырып, ауылға не қажет, қандай көмек керек, не жасау керек, от жолы болса, сол жолымыз өткен проблема алып, бұл кісілердің алдына қоятын боламыз. Бұлар соны бірінші орындау керек, жасау керек деген сияқты талаптарды қойып, соның арнаған жұмыстар жасау. Біздер менің есімім Қарағай Жұмабай, Дастан Балғынбайұлының орынбасары. Ана Дастан Балғынбайұлы өзі айтып кетті ғой, әрбір кезеңге біз сіздердің алдарыңызға келеміз. Ең бастысы қазір мынау дейтін бірінші кезектегі қоғамдық тыңдау. Сіз өте жақсы сұрақты айтып отырсыздар. Бірнеше жылдан бері осы жерге келіп, 10 жылдың үстінде Алматы Шымкенттің компаниясы келіп жасады ғой. Картаны кішкене азайта алыңызшы. Ада 3D сейсмиканың несі көбі көңілді мына жаққа беріп кеткен. Оңтүстікке. Біздер қазір келіп солтүстік жақты қарап, мына Дастан Балғынбайұлы айтқан екі нені оңғаны жоспарлап отыр. Бірақ нақты координация ерте мына 3D сейсмика шыққаннан кейін мынау жылжуы мүмкін. Енді барлаудан кейін, сейсмикадан кейін бұрғылау жұмыстары бар. Бұрғылау жұмыстан кейін егерде мұнай табылып шығатын болса, онда тағы да ол өндіру жөнінде, разработка дейтін жобамен келемізде сіздердің алдарыңызда айтамыз. Міне әкімшілікпен бірнеше ұсыныстар бар. Соның ішінде көпір бар, жол бар, білмеймін, әлеуметтік нысандарды салып беруге, бір жерде күрделі жөндеу жасап беру ме, басқа да деген көп. Ол сіздің алдыңыздарға келіп, поселковый әкім болады ма оның өзгерді. Бірақ оны емес айтқым келгені. Мен осы келмей тұрып, Ақшатау жөнінде мынандай статистиканы қараған едім. 1999 жылы Ақшатауда 928 адам ресми түрде тұрған екен.
2009 жылы соңғы мына санау өткен мезгілде 512 адам тұрады екен. Бүгінгі күні мана дейді, сәл ертерек келіп сұрасақ, бізде 60 үй дейді. 60 үйді қазір енді шамамен орташа әрбір отбасында 5 адам деп есептегенде сонда 300 адам тұрады. Біздер оны енді қоршаған ортаға зиянды келтірмеу жөнінде оны айта береміз ғой. Жастар елден кетіп жатыр ғой. Ең бастысы, біздер де соны сіздер қолдасаңыздар. Біздер осы солтүстік жағынан барлау жұмыстарын дұрыстап, ана 3D сейсмикадан сол мұнайымыз шығатын болса, ана уақытша деп айтып отыр, сол 3D сейсмиканың өзіміздің тәжірибемізді ала отырып, 3 айға 20 жергілікті азаматтар, соның ішінде Ақшатаудың осы тұрғындарын алып, 3 айда бастапқы сол жұмыста келеді. Егер де болашақта мұнай табылатын болса, енді ең бастысы төмендегі оператор 3-4 разрядты оны барып Жұбановқа немесе басқа университетке сол дейтін 6 ай, 7 айдың ішінде оқытып алып, жасайды деген адамдар енді бәрін білмейміз енді. Үлкен мұнай табылып жатса, бәрі керек. Ол енді бір ертең ол тек бұрғылау жұмысынан анықталатын нәрсе. Ол ауыл шаруашылыққа да қазір дейтін экология департаменті бар. Оны біздің артымызда қадағалап, қандай зиян келтіреміз, егер де біздер сол дейтін дұрыс жасамай жатсақ, айыппұл салып, немесе жұмыстарын тоқтатты. Ол бізге керек емес. Сол заманауи кәдімгі жаңа технологияларды пайдаланып, ол қазір бұрғылаудан да қорқатын ештеңе алып бара жатқан ол терең нәрсе емес деп отыр, біздің өзіміздің ойымызша. Бірақ бірінші 3D сейсмиканы өткізіп алуымыз керек. Одан қорқатын ештеңе жоқ, әрбір кезеңге барлау болсын, бұрғылау болсын, басқа да жұмыстар болатын болса, алдарыңызға жылға келеміз, осындай қоғамдық тыңдауды өткіземіз міндетті түрде. Ол баяғы сіздің айтуыңыз дұрыс аға. Баяғыда негізі жер қойнауын пайдалану кодексінде басқа да экологиялық басқа норматив басында тек бірлік өткізіп алады да, содан кейін көрінбеуге болады. Қазір әр кезең осындай қоғамдық тыңдау өткізуге міндетті. Егер де өтпейтін болса, оны бізге дейтін энергетика министрлігі бізге дейтін өндіруге немесе басқа этапқа өтуге рұқсатын бермейді. Рахмет. Сұрақтарыңыз болса, тағы да жауап беруге. Тағы да қош жүрсем ба, құрметті Жұмеке. Сіздер айтып жатсыздар ғой, қазір бізде барлау кезінде бізге 6 жыл уақыт береді. 6 жыл уақыттың ішінде бізге енді тек қана шығын ғой, тек қана шығын кезде оны мемлекеттік заң бойынша бәрі қарастырып қойған. Бізге ондай міндеттеме бермейді. Енді біз жаңа скважиналарды қазып, добычаға кіреміз ғой. Добычаға кірген кезде обязательно контрактта бір какой-то процент от дохода дейді ғой, сатылған мұнайдан бір определенный бір пайызын міндетті түрде сол аудан бар, облыс бар, сол республиканский жаңа нелер бар, жаңағы на соцразвитие региона дейді, сондай обязательно тіркеледі. Сол кезде біз жаңа добычаға шығыватқан кезде обязательно порядке жаңа облыс әкімшілігі бар, солармен уже конкретно міндеттеме аламыз, келісімшартқа қол қоямыз. Ол жаңа айтып отырғаныңыз дұрыс. Ол тек қана сөзбен айта салмаймыз. Ол кезде мемлекет бізді кәдімгідей міндеттейді. 5% болуы мүмкін, 2% болуы мүмкін, 0,5% болуы мүмкін. Ол жаңа табылған мұнайдың несіне көлеміне байланысты болады. Оны біз қағаз түрде, как положено, заңды түрде өзіміз міндеттеме аламыз. Келісімшарт бойынша мемлекет. Енді барлау біздің жоспарымыз бойынша Onlar kelime kırsak avluğa. Adamın canı kuduyor. Sesler değil. Sesler git kalmak. Қайсы? Міне Ақшатаудың шығыс, солтүстік шығыс жағы. Осы жерде 150 квадратный километр сейсмика жасаймыз. Міне Ақшатауда мына жер ғой, примерно міне осы жер. Солтүстік шығыс жағы. Жобасы сол. Так. Сұрақтарыңыз болса, тағы жауап беруге дайын. Мұнайға сіз жақсы деп отырсыз, ол жақсы емес. Біз қазғасын жерде экология болады, ертең шөптің бәрі кетеді. Оның бәрі ертең мысалы добычаға кірген кезде бәрі қарастырылады ғой. Қоршаған ортаға қандай
зиян әсері бар. сұрақ қойсам бола ма? Жанаты жой деп айтатын еді бірінші жылда. Жер жанаты жой. Жой деген Құлсары. Жой ауданы, иә. Құлсарыда дейтін керемет етеді. Құлсары мұнай қазғаннан кейін Құлсары деп болып кетті. Енді Құдайынан күштісін ба дейді, білмеймін. Бағыттары көреміз де. Қазбаған дұрыс. Якось я говорю, что как мы есть пару, что даже как кисписе, он не Иіспес. кисписе. Как кисписе вот это. Сіздердің алдарыңыздан өтіп отырмыз ғой. Как карсурда висит. Қарсы болса, біз энергетика министрлігімен тағы да келісімсөздер болып, отдельно. Өткен жаңа суды ауыз су. Жоқ, біз ауыз суға тиіспейміз ғой, ауыз суға. Ол исключация етіледі контрактына келетін. Өзен суында тиіспейміз. Водохранный зона деген болады. Плюс-минус, короче, жағалаудан 500 метр о жақта жұмыс жасауға тоже құқығымыз жоқ. Жоқ, ешқандай сообщениесі жоқ қой арасында. Байланыс жоқ қой. Ол мысалы 900 метрде небір түрлі тұз бар, глина бар, саз бар, оған дейтін ешқандай байланыс жоқ. Ол ойыл өзені не ғой, климатически зависимый өзендер ғой. Ол ешқандай жерасты суынан ол нетіп жатқан жоқ. Көз жерасты суларынан келіп жатқан жоқ, ойыл өзені. Ол тек қана еріген қардың арқасында сол толып кетіп жүрген өзен. Біз бұлақтар тұрған жерде жұмыс жасай алмаймыз. Ол біз комитет геология бар ғой, министерство экологии. Солар жерасты суларын бәрі исключация етіп тастады. Біз білеміз, мына жерде ойылдан келе жатқанда сол жағыңызда лесной не бар ғой, лесхоз. Сол жерде суларыңыз бар, оңтүстік жақта құм жерде суларыңыз бар. Оның бәрін уже комитет геология біліп отыр, суқа жерде бар екен. Ол жерде біз жұмыс жасауға құқығымыз жоқ. Оны алып тастаған тиіспейміз жерасты сулар. Жалпы былай әдемі түсіндірдің, сен өйті түсіндің жақсы. Бірақ енді жаңағы экология жағынан шығып келген болды, қатарында анау көмір кесуі, жұмысын алуы, бәрі. Экология жағынан міне бүгін негізі основной цель дейді ғой, мысалы жаңа баяндап отырған бүкіл экология жағынан расчеттарын бәрін жасап келіп отыр. Жаңа егер сіздің жобаңдағы расчеттарын көрсетші, Гүлназ, пожалуйста, предельно допустимый, вы ПДК бар ғой, сол дұрыстап қазақи дұрыс тілмен түсіндіріп берші. Жаңа қоршаған орта ауадағы зиян заттар бар ғой, соның бәрін бұлар есептеп отыр ғой. Мұнайды ма? Ол мысалға реалды жазып жатыр да, сөйтіп осылай айтқан сіздер мына алып кетіп бәрін ағызып ана жердің бәрін ауаны қостап жатыр. Біз ондай қазір заң өзеннің чаты бар, сонда аналар дейтін айтып жатыр. Заң бойынша олай болмайды. Департамент экология бар, соның бәрін қадағалап жүрген. Керін қыламыз. Ертең кірісіп кеткеннен кейін бәрі қалады ғой. Ол уақытта уже айтуың орынсыз болып қалады. Біз заңды обязательно нетеміз, заң бойынша жұмыс жасаймыз тек қана. Жаңа айтып отырсыздар ғой, біздер дегенде экологиялық жоба, бұл жерде біздер жаңа айтып өтті, атмосфераға әсерін, суға әсерін, қалдықтар қалай істейміз бәрін жоба негізінде көрсетіп отырмыз. Енді жаңа ауаға әсері деп тұрсыздар, біздер жаңағы природосейсмикамен мана екі ұңғыманы айтып отырмыз ғой. Соның шығарындылары міне біздер арнайы өзіміздің программамыз бар, сонымен есептеп көрсетіп отырмыз. Міне бұл жерде жаңағы сейсмика деп айтты ғой, барлау жұмыстары бірінші сол жерде бар ма жоқ па қарайды, содан мұнай қазылма қазылмай ма мана екі ұңғыма белгісізде. Бар болғасын деп тұр ғой. Иә, енді қараңыз, енді мына барлау ұңғымасы кезіндегі бөлінетін мына шығарындының көзі көрсетіп тұрмын. Есептеп көрсетіп отырмыз біздер мана ауадан алып отқан жоқпыз, яғни жобалық нәтижесінде. Сөзді бөлжеген неті былай ғой. Мысалы, сейсмика кезінде бір 150 адам жұмыс жасайды. Енді олар специально мысалы мусор ғой, мусор шығады, душқа барады деген сияқты. Оның бәрі специальный жаңағы септиктер болады, металлический. Оны арнайы жаңағы лицензиясы бар, полигонға келіп нелер алып кетеді. Аны твердый бытовой отход бар, жидкий бытовой отход бар. Соны келісім шартпен алып кетеміз. Мен мысалы ертең дәл сол Құдай сақтасын жақта біреу төгіп кетіп жатса, мені қатты штрафовать. Біз ондай заттан өткенбіз уже. Сондықтан біз өз-өзімізге жау емеспіз. Біз өзіміз анау пока біздің территориядан анау ойыл ауданның трассасына шығып кеткенше, бізде оперативный машинеміз бар, өзінің служба безопасности. Солар конкретно қадағалап, полигонға дейін апарып тастап жүрді, сенбеген жағдайларда. Уже 5-6 рейс барған соң, біз уже көзіміз жеткен соң, обязательно олар өздері шыға береді. Біз андай өз-өзіне жаңағы
берік компаниялар бар ғой, мысалы Атырау облысында Звездала деген жақсы компаниялар бар. Олар өздерінің арнайы полигондары бар, лицензиялары бар. Тек қана сондай күшті компаниялармен ғана жұмыс жасаймыз. Мысалы өздеріңіз білесіздер, дизель генераторлар. Енді дизель мысалы бәріміз де жағып жатырмыз ғой. Ол мысалы ол дизельдің мысалы қатты қоршаған ортаға зияны болса, ол дизельді мысалы эксплуатацияға запрет береді. Иә, бүкіл барлық акционерлеріміз қазақтар. жұмыс жасадым. Мына Россияда мұнайда. Қазақстанды мұнайды Россияның несін салыстырсаң, Россияда качестволар айдалады. Егіс тұр ортасында. Не тұр? Егіс алқапта. Егіс шығып тұр, ортасында качалка айдалады, жаңғызаяқ жолмен болады. Бізде енді Рұқсат, қазір видеоны көрсетші YouTube'да. Мен қазір біздің Қызылорда облысында айттым, 6 кен орнымыз бар деп. Соны көрсетіп жіберейік, просто қандай біз экологиялық талаптардың бәрі сәйкес жұмыс жасап жатқанымызды. Өздеріңіз көріп, қазір таңғаласыздар. Біз потому что жолдың бәрін аккуратно, обваловкасын жасап, ешқандай мал жайылатын жерлерге ешқандай зиянымыз тимейміз. Обваловка машине тек қана сол жолмен ғана жүреді. Далаға шығуға ешқандай рұқсат берілмейді. Әрбір машинеге GPS қойып қойғанбыз. Анау маршруттан отклонять етіп жатса, ол водитель міндетті түрде не жазады жаңағы, объяснительный жазады. Ондықтан біз бәріміз қарап отырмыз, мына жақта түйе бағып жатқан адамдар бар. Олар да өздері арасында болады, мысалы, отклонять етіп келсе, сразу бізге общий чат бар бізде, сол шаруа қожалықтарынан бізге хабар беріп отырады. Дәл сол моментте фото, видеосын жүрсе болады. Қазір жерде водительдер, бәрінің жұмыскерлеріміз, ол неге тәртіпке келді уже. Енді Қызылорда облысында біздің месторождениеміз, соны бір көрсетіп жіберейік дегеніміз, біз қандай тәртіппен жұмыс жасап жатқанымызды. Буду добывать нефть и газ, обеспечивать достойных быть землякам, помогать людям, носить весомый. Знай каждого из я открываю для себя что-то новое. А как богат наш родной край, не перестаю удивляться. У Кызылординской области мощный потенциал минерально-сырьевых ресурсов, полезных ископаемых, таких как углеводородное сырье, цветные металлы, уран, ванадий, поваренная соль. Доля месторождений Кызылординской области составляет чуть менее 5% от общего объема доказанных и извлекаемых запасов нефти по Республике Казахстан. По предварительным данным статистики, за первый квартал 2019 года объем добычи нефти составил 1,5 миллиона тонн. Казпетрол Групп сотрудничает с ведущими мировыми и отечественными сервисными компаниями, применяет современные цифровые технологии разведки и добычи углеводородов, поставляя потребителям товарную продукцию высокого качества, легкую нефть кумкольских и арыскумских отложений, месторождений Таур и группы месторождений Каир-Кельды. Именно вы стояли у истоков, а мы гордимся быть сегодня сердцем этого мощного механизма. Казпетрол Групп – это высокий профессионализм, квалифицированный персонал, открытость, нравственность и социальная ответственность. Какое видео? Осы біздің енді жаңа сіздер келеріңіздер түсініп отырмын. Өндіріс болған соң қорқыныш болады ғой, мынау экология дұрыс болмауы мүмкін деп. Енді әрбір кезең болады ғой, сейсмика бастайында алдарыңыздан өтіп жатыр. Ертең Құдай сақтасын, мысалы, адам болған соң ашықтау болуы мүмкін да, қателік жасауы мүмкін. Мен өзім айына 1-2 рет басына қонып жүремін. Егер сіздердің мысалы бір арыздарыңыз болса, алдарыңыздан өтіп айына бір 3-4 күнде келіп отырамын. Дәл сол кезде енді мынауың дұрыс емес, мынаны дұрыс жасамай жатыр десеңіз, дәл сол моментте, сол уақытта өзім шара қолданамын сол мердігер компания. Жұмабайға бас өзде келіп, мысалы, контроль жасап келіп отырады. Супервайзерларым болады, мен служба безопасности, СБ бәрі қадағалап отырады. Егер бірінші қате болса, мен сіздердің алдарыңызға айтып отырасыздар ғой, чат бар, бәрі бар, мен дәл сол уақытта ол устранить етемін. Ойым жақын, өзім безопасностьқа осы ауылдан тұрғытырдан жүріп жүре алу сауатты. Оны да қарастырайық. Еліне бұрын тұрады ғой. Иә, әрине, оны түсінеміз ғой енді. Қанша дегенде өзінің туған ауылы ғой, жанашып тұрады ғой. Сол жігіттер айтып отырмыз ғой, 20 шақты аламыз ғой жігіттер, өздері де енді қадағалап жүреді ғой, ортасында жүрген соң. Мынау бірдеңе істеп жатса, сразу мысалы чатқа жазып жібереді. Ол да енді былай қарап отырсаң көз ғой. Елдің жігіті сразу
өзіміздің неге шығамыз мысалы. Иә. Жалпы Енді ортасында сол 200 адам ішінде 20 адамы сол вахтамен бөліп тастаймыз ғой, мысалы 15 күннен, 15 күнде 10 адам жұмыс жасасын, 15 күнде тағы екінші 10 адам жұмыс жасасын. Өздеріңіз тапсырма беріп қоясыздар. Мыналар да қоқыс-моқыстарын төгіп жатса, жерді бұзып жатса, сол адамдар сіздерге айтып отырады. Сол маған звондайсыздар. Мен келемін де конкретно фиксировать етемін, акт етемін, подрядчик шақырып аламын, штрафовать етемін конкретно. Содан кейін ол қайталанбайды жасаймыз ғой. Былай айтасың, мысалы 10 жыл бойы, 15 жыл бойы жұмыс жасап жүргенбіз. Атырау облысында, Ақтөбе облысында, Қызылорда облысында. Жоқ, біз қазір бұндай төгу деген жоқ қазір. Төгу деген жоқ қазір. Ол по-любому ұсталып қалады. Сіздердің бар ғой, қорқыныштар түсінемін. Ондай затқа келтірмеуге тырысамыз. Просто қазір маған бізге енді жұмыс енді бастап жатқан соң, ертең жұмыс орындары ашылады, налог төленеді. Сіздерге де жақсы болады. Маған да жақсы болады, жұмыс орындары ашылады. Енді алдарыңызға келіп отырған біз қолдап жіберулеріңізді сұраймыз. Сөзіңіз қысқа. Су шықпай қалған тұрғындар сендер ешкімдер қосасыңдар ма? Әлде бөліп жүргенде шықпай қалады ма? Не қалған жерде су шықпай қалады. Жоқ, біз ешқандай. Жоқ, скважина қазылған кезде тәртіп бойынша растительный слой дейді 20 сантиметрді оны аламыз. Ол отдельно, оның несі 60-80 ғана болды. 60 метр былай, 60 метр былай. Ол енді мемлекеттен, как положено, жаңағы земотвод дейді ғой, земельный отвод аламыз, 60-80 ғана болды. Біз бүкіл территорияны ластайын деп отқан жоқпыз. Содан кейін енді ертең скважина көбейген кезде тек қана жол саламыз, сол жолдан алыс оңға, солға, бұрылуға ешқандай құқығымыз болмайды. Ал мұнайды біз химикат, ештеңе төгу деген ондай жоқ вообще. Просто растительный слойды аламыз, болды. Край жол салып жатқан кезде ПГС төсеміз, ана трамбовать етеміз, одан артық ештеңе төгіп далаға төсейміз. Обычно мысалы суменен нетеміз, су себеміз енді шаң болып кеткен кезде. Ол техвода. Оны ешқандай қошқан ортаға зиянды. Солярканы жерге құйсаң, жалпы, яғни газдың ішінде конденсат төгіп тастады. Мұнай ол сосын келіп ананы бүкіл 20 бүкіл менің бәрін олар болып тұр ғой. Жоқ, мен келіспеймін. Өзім мамандығымнан болғаннан кейін техникалық ғылыми кандидат. Он дейтін неге ол солярка құны бар нәрсені далаға апарып көкпейміз ғой, просто деп төгіліп қалады ғой. Соны айтып тұрған ғой, түсіндіріп жатқаным ғой. Мен айтып отырмын, егер де әр ұңғының 10 метрден, манағы осынан алып 10 метрді бүкіл бәрін апалып жасап қоятын болса, егер де теоретически даже төгілген жағдайында, оны біздер алып барып полигонға апарып тастаймыз деп. Қазір әрбір солярканы өздеріңіз көріп отқан болсыздар, заправкада 1 литр 300 теңге тұрады. Солай ма? Оны неге алып біздер дейтін ол жерге төгіміз. Екінші мәселе. Мұнайды біздерде бәрі көбі қай жерде қарастырылып деген, ол шөп өспейтін жерлерде сол мұнайды сол жерден тауып отқан жоқ. Атырау, Маңғыстау. Сіздерде мұнай кеңкияқ не жерде. Практически ол жерде шөпте де өскен жоқ өздеріңіз. Біздер қазір қарап отырған. Бірінші алдымызға келіп отырған сол 3D сейсмиканы қарайық. Өтірге оның ішінде ештеңе де болмайтындар. Мысалы, осы қайтып келемізде айтамыз. Міне, ештеңе жоқ. Біздер барып, министрлікке барып тапсырамыз. Онда кешірім сұраймыз. Жастар отырған үлкен үмітпен күтіп едіңіздер, бұлай шығатын болашақта. Мектепте де балдардың саны көбейтудің бар, оқушылардың балабақшаға да, тағы да басқанда. Қазір мен сұрақ қарағанда тұрақты мүшеде алып отқан ДК-ның директоры, мектептегі мұғалімдер, сосын балабақшаның нелеріміз, қызметкерлері. Басқа ешкім алып отқан жоқ. 6 ай неден советтен келген жұмыс жасайды, 80 мың теңгеге сосын оларды 6 айдан кейін қысқартып тастайды, сосын олар тағы өзінің кезегі күтіп отыр. Солай ма? Мен сіздерге соны айтып отырмын ғой. Егер де осыны не істейтін болса, осы жерде белсенді азаматтар бар, онда дейтін бір топты құрайды. Жұмыстарын жасап жатқанда 20 адамды уақытша шайға нарықтық бағамен 150-200 мың. Пока мына сейсмика келіп жасап кеткенде соларды жігіттеріңізді алайық. 15 азаматтан жасап жүргенде не жасап жатқан оларды көріп отырып, фотоларын чаттап жіберіп отырады ғой. Осы жердегі сол
Ақшатаудан белсенді азаматтарды, ақсақалдарымыз айтайық, міне не болады десе, мен өз телефонымды ұстап кетейін. Енді жұмыстар тағы да келеміз ғой. Егер де осындай экологияда, ауыл шаруашылығында емге тұратын теңгеден саляқтан алып болып жерге тұрғызып деп айтасыз. Онда дейтін тиісті шараны қолданамыз, болды. Онымен келісім шартымызды бұзбаймыз. Бізге өзімізге де сіздермен дұрыс тұрған, сіздер біздерді қолдап жүргендеріңіз керек. Ол біздер дейтін ана жаққа келіп, бұнан заңды бұзып, бұнан полиция қызметкерлері олар да қазір дейтін нелерін күшейтіп болды. Бірдеңе төгілетін болса, келіп активіп кетеді, жауапкершілікке тартады, сол емес. Штраф бар еді. Сейсмикалық кезеңіз неше жасау бар? Где-то 3 ай болады. Содан кейін бар. Содан кейін кетіп қалды. Содан кейін 7-8 ай не болады, сол анализ болады, жаңағы сейсмика анализ жасаймыз. Алдарыңызға тағы да келеміз ол жерге. Уже урение болады. Оған дейін урение құрылғылар келмейді ғой. Ол содан кейін болады. Ол 1 жылдан кейін болады зат примерно. Инвестиция деп атамыз ғой мына. Жаңа айтып жатқандар мына Күлбай атамыз дұрыс айтып жатыр, енді бұл ауыл үшін егерде жаңа айтып жатқан екі жақты мәселе ғой. Біреуі жаңа айтып жатқандар болса, екінші ауылдың қазіргі таңда салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, кейбір мұнайдан шығып жатқан аудандарымыз бар, бізден көп ілгері алда. Енді мысалға ретінде айтып отырмын. Енді сол жердегі мысалға кейбір ауылдардың өзі мысалға кеше маслихат біздегі аудандағы Сәкен ағамыз өзі кеше көршілес ауданға барып кетті. Атырау болса, сонда ол кісінің айтып келгені ауылдық жердің округтың өзі біздің аудан сияқты. Ол неге? Осы жаңа айтып отқан іштегі өздерінің ауданның бюджетін қаржыландыру болмаса, жаңағы сол ауылдың өзінің өндіріс шыққан қазба байлықтарын өздеріне жарату. Яғни ауылдың азаматтарын, жұмыссыз азаматтардың барлығы сол жұмысқа қамтамасыз ету бірінші мәселе. Екінші, жаңа айтып отқан сіздердің талаптарыңыз, қойылып отырған талаптар, мысалға ол енді біз қанша дегенмен қазір мемлекетке қолды жайғанмен де осы ауылдағы осындай қызмет етеміз деп келіп отқан мысалға азаматтарға шамалы қолдау білдіріп, сол арқылы біздің өзіміздің ауылымызды, жергілікті болып жатқан жерімізді жақсарту болашақта. Енді қазір енді бұрынғы заманмен салыстырғанда енді Құдайға шүкір жақсымыз ғой, бірақ дегенмен де біз әлі көп жерге қарағанда сыртта қалып қойып жатамыз да. Сондықтан осы біздің әдемі жерде мысалға өзімізге жан-жақтан келіп жатса, жолымыз тегіс болып, ауылымызда керемет жаңа айтқан талаптарды қосып, үлкен жаңа ойын алаңдары, мектеп болмаса жаңағы бір жақсы немізге сай үйлерді салынып жатса, мына жастарды тұрғыл ауылға алып қалуға бізге үлкен мүмкіншіліктердің бірі. Сондықтан енді әлі де талқылайсыздар, қарайсыздар, енді мына қазір өзім тағы да қосымша сұрақтарыңыз болып жатса, қоюларыңызға болады. Жалпы мына ой. Айта кететін жайт, жаңа көріп отырған жастар интернет 2 сетте жоғалып тұр, ұстамай тұр мына жерде. Сол үшін телефонға, камераға түсіріп отырмыз. Ескертіп отқаным осы сіздерге. Экология департаментінде отчет жасауымыз керек. Иә, біздер мына жерде интернеттің ұстамай қалғаны туралы айтуымыз керек, өйткені манағы жүрген видеоның ортасында. Иә, сет жоғалып кетті, сондықтан біздер телефонға түсіріп жалғастырып отырмыз. Сұрақтарыңыз бар ма сізде? Бұл пока барлау жұмыстары ғой. Сейсмиканың алдында тағы бір келеміз. Буренияны әрбір этап кезінде сол кезде мысалы көңілдеріңіз толмай тұрса, белсенді азаматтарға топ проект, чат проект, сөзі конкретно бар. Жақсы, енді екі жақта келісім шарттар болады ғой, екі жақтан. Ал онда басқа сұрақтарыңыз болмаса, қоғамдық тыңдау ретінде, қоғамдық тыңдаудың қорытындысы бойынша негізінен бүгінгі хаттамаланады. Сосын сіздердің ой пікірлеріңіз соның ішіне барлығы талқыланып, хаттама түрінде жүргізіледі. Сонымен қатар қойылатын сұрақтарыңыз болмағандықтан қоғамдық тыңдауды жабық деп жариялаймын. Жақсы, қосымша сұрақтарыңыз болса байланысқа болады. Сіздерге рахмет.